Бисмиллах. Қалайсыздар, менің алтын көрермендерім? Қалдарыңыз қалай? Мен бүгін бауырдан осындай әп-әдемі болып, жұмсақ болып шығатын бауыр рулетін жасайтын боламын. Ең алдымен бізге керекті, бірінші бізге бауыр керек болады. Бауырды жақсылап жуып алдым алдын ала. Бауырдың граммдарын астына жазып кететін боламын, описание бөліміне. Бауырды осы блендер көмегімен жақсылап езіп алатын боламын. Бауырдың үстіне осындай кәдімгі дүкеннің сүті де бола береді. Сол сүттен құямын. Осы бауырмен үстімізді жақсылап блендердің көмегімен өткізіп аламын. Осы блендердің көмегімен өткізген жақсы, негізі бауырды өте майда, ұсақтары да болмайды. Біркелкі масса болып өтеді. Сондықтан блендердің көмегімен өткізіңіздер деймін. Міне менің бауырым дайын болып қалды. Енді қазір біз араластыратын, қосатын заттарын қосатын боламын. Міне осылай болып араластырып, жақсылап езіп алдым. Міне біздің бауырымыз дайын болып қалды. Енді осыған біз кішкене сұйық май қосатын боламын. Сосын нан сода, кәдімгі үйде шай ішіп жүрген қасығымыздан, кішкентай қасығымыздан жарты қасықтай салатын боламыз. Содан кейін барып қара бұрышымызды қосамыз. Қара бұрышты өздеріңіздің қалауыңыз бойынша салсаңыздар болады. Сосын үстіне електен өткізілген ұн қосамын. Міндетті түрде ұныңызды електен өткізіп алыңыздар. Кішкене тұз қосамын. Сосын барып, осындай жұмыртқа қосатын боламын. Енді барлығын осы қоспаларын қосып болғаннан кейін барлығын жақсылап араластырып аласыздар. Негізі осы қоспаларын осы блендердің көмегімен де араластырып алсаңыздар болады. Міне менің массам дайын болды. Осындай қатты сұйық та емес, қою да емес, осындай болып шығады. Енді біз осындай табамызды жақсылап майлап аламыз. Майлағаннан кейін жақсылап қыздырып, осы табамызға пісіріп ала береміз. Кәдімгі блинчик пісіріп жүрген сияқты, осы бауырды да дәл солай пісіріп аласыздар. Екі жағын аударып тұрып, қасынан кетпей пісіріп аласыздар. Осындай кішкене түйіршіктер болып қалуы мүмкін. Соларды жайлап алып жіберсеңіз болады. Осы бауыр рулеті өте оңай жасалу жолы. Сіздер де міндетті түрде осы бауырдың рулетті жасап көріңіздер. Дәмі де өте керемет болып шығады. Қонақтарыңыздың алдына қойсаңыздар, қонақтарыңыз риза болады.
дастарханымыздың да сәнін ашатын болады. Ал енді біз осы бауырымыздың арасына жағатын салмасын дайындайтын боламыз. Ең алдымен бізге осындай 2 сәбіз керек болады. Сәбіздің сыртын жақсылап алып, осындай түйіркінің кішкентай көзімен өткізіп алатын боламыз. Менің алтын көрермендерім, менің видеомды толық аяғына дейін қараңыздар. Және де менің каналымда әртүрлі рецептілердің видеоларын қараңыздар. Және тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліңіздер. Лайк, сосын өз пікірлеріңізді видеоға қалдырсаңыздар. Мен үшін өте маңызды. Мені әрқашанда қолдап отырыңыздар. Маған сіздердің қолдауларыңыз өте қажет. Сондықтан мені қолдаңыздар. Менде осы 2 сәбізімді жақсылап өткізіп алдым. Енді мен осындай чеснокты да өзі кішкентай көзінен өткізетін боламын. Мен чесноктың 3 тісін қосатын боламын. Өте дәмі керемет болып шығады. Чеснок өте дәм береді бауырымызға. Сондықтан чеснокты қосыңыздар. Енді мен мана сәбізім мен чесногымды жақсылап майға қуырып аламын. Менде осындай кастрюль болды. Менің кастрюльме мән бермеңіздер. Осындай май құйып, осы кастрюльме жақсылап қуырып алатын боламын. 2-3 минут аралығында. Менің кастрюльім баяғыдан келе жатқан кастрюль, сондықтан менің кастрюльме мән бермеңіздер. Енді осылай қызып тұрған майымызға сәбізімізден манағы өткізген чесногымызды жақсылап қуырып аламыз. Осыған кішкене тұз салып жіберсеңіз болады. Мен осындай шай қасықтың жарты қасық салдым. Дәміне қарай саласыздар тұзды. Енді біздің бауырымыз мана қуырып алған сәбізіміз де дайын болып қалды. Енді біз осы суып тұрған бауырымызға осындай майонез жағатын боламын.
міндетті түрде бауырымыз суы керек. Біздің қуырып алған сәбізімізде суы керек. Ал енді осындай майонезді жақсылап жағып аламын. Шет жағына көп жаға бермеңіздер. Қазір орағанда сыртына шығып кетуі мүмкін. Сондықтан тек орта жағына жағасыздар. Енді суып тұрған сәбізімізді осылай салып, біз бауырымызды әдемілеп орайтын боламын. Сәбізді көп қоссаңыздар да болады, ол өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Мен азғантай қостым. Осылай орайсыздар. Өте әдемі болып шықты. Енді барлығын осылай бірінші көрсеткендегідей дәл осылай орап шығасыздар. Міне мен осылай барлығын бірдей орап шықтым. Енді мен сіздерге ортасын кесіп көрсететін боламын. Осылай жұмсақ, өте әдемі болып шықты. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Ал сіздермен болған мен Гүлжайнар. Келесі видеода көріскенше сау болыңыздар.